ұлы діннің жаулары болады. Бұл идеяның. Бұрынғы жауы исламды жау болатын, коммунизм. Бәр институтпен, марксизм-ленинизм институтымен, бәр аппаратымен, бәр күштерімен. Сонда 82 жылда келді маған сұранып делегациялар. Ешқашанда құжат сұрамаймын адамнан. Центрдан келдік дейді, институттан. Сөйтіп, мені 3-4 сағатты сөйлесті, менің идеяларым. Сонда біткенде, соның бастығы айтты, Едихан, я хотел бы, чтобы, если не мои дети, то чтобы мои внуки жили в вашей цивилизации, без насилия, кочевой, чистой, доброй, человечной, которую я знаю как историк, что самая гуманная, самая человечная, самая такая, значит, удобная для жития цивилизация кочевников, где к детям относятся как к ангелам, их на руках носят, их целуют, их ласкают. Они все влюбленные, они не забитые, не затравленные, как наши дети из детских домов, из ПТУ, из ремесленных училищ. Это готовые рассадники, это готовые, значит, организации для пополнения рядов бандитов. И все это қоштастық. Содан кейін оны түсінгеннен кейін олар маған кедергі жасамай қойды, коммунизм қандай күшті. Қазіргі шыққан Жерет маған қастандық жасаған үлкен қоғамдар болды. Оның нағыз үлкені ол Тунис, Алжир, Мысыр, Сирияның частын басып алған 11-ші жылдағы братья мусульмане дейді. Олар тіпті ақша берді мені өлтіруге. Бірақ оның не соңында қойып, соғыс басталды 2003 жылы Американың әскерлері бәрін тасталған шығарды, содан бәрі сонда Мысырда оларды тіпті билікке келді Мысырда. Ашаршылық бастады, олар христиандықтарды, коптарды қыса бастады. Ал қыса бастан кейін олар базарға неге астық келмей қойды, ненің жағасынан. Олар христиандықтар, коптар. Сол тұрғындары, сол фараоннан бастап сөйлеп тұратын. Сөйтіп, ашаршылық бастан кейін әскер өз қолынан алды, бәрін атып тастады. Тіпті қарсылас болса, танкі зеңбілді тарс еткізеді, ғимаратқа, штабтарына. Сөйтіп, Мысыр содан құтылды.